Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз кредит историяны тексеру туралы WhatsApp ботпен таныстыратын боламын. Олай болса кеттік. Біз бірінші WhatsApp ботқа 0 деп команда береміз. Сол кезде бізге басты меню шығарып береді. Яғни біз бұл жерде мен өзімнің үшіншіні таңдайтын боламын. Персональный рейтинг қанша екенін. Яғни мен 3 деп жазам. Маған яғни осы бөлімге өткізетін болады. Басқа да қызметтер бар, бірақ маған әзірге осы 3-ті таңдағым келіп тұр. Маған қалай жауап береді екен көрейік. Яғни мен өз еніммен осы бойынша маған жалғастырасың ба, жоқ әлде қажет емес па деп тұр. Мен жалғастырамын деп бердім. Продолжить деп бір сан. Жаңағы қызметі 100 теңге екен. Билайн, Кселл, Актив, Алтел, Теле2, банк картасы арқылы төлеуімізге болады. Жоқ, маған қажет емес. 0 туасы арқылы негізі видеоға өтетін болдым. Яғни осы жерге өткеннен кейін мен өзімнің кредит тарихымды білгім келіп тұр. Бірді басам, маған яғни кредит тарихын көрсететін болады. Міне персонал кредит бюро ECP арқылы кіруге болады. Жоқ, менде әзірге керек емес. 0-ді басам, маған негізгі менюға шығарды. Енді осының ішінде кез келген өзіңізге қажетті қызметтерді тұтынсаңыз болады. Яғни мен 2-ні басып көрем. Маған екінші бөлімге өткізеді. Екінші бөлім бойынша маған 500 теңге төлеп кредит тарихымды алсаң болады дейді. Маған қажет емес. 0-ді басам. Менюға барды. Енді маған осымен уже қызмет тұтыну бойынша көрсетілген түсіріліміміз аяқталды. Егер өшіретін болсаңыздар, жоғары жақтағы бөлімді 3 нүктені баса отырып очистить дегенді бассаңыздар, ішіндегі бағанағы берген командаларыңыздың барлығы өшіп қалады. Олай болса, бүгінгі шығарылымымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.